Армысыздар, менің тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қызықты оқиғалардың куәсі болыңыздар. Енді қайта кездесуді жазбасын деді, мұны есікке дейін күзетіп келген офицер көзіне тік қарап. Иә, деді бұл. Қақпадан шыға бергені сол маңдайына күн жарқ етті. 10 жыл болыпты күнді көрмегелі. Уф деп терең тыныс алып, жеңілдеп сала берді. Мұны ешкім күтіп алмады. Алдында 3 айрық жол, оңға, солға және тура. 3 жолға кезек-кезек ұзақ қарады да қайта артына қарады. Естіген құлаққа түрпідей тиетін түрме деп аталатын мына мекені көзіне ыстық көрінді. Қимай ма қалай? Тор терезе, тас қабырға, талай-талай тағдырлар. Бәрі мұның өмірінің бір бөлшегі, қимай тұрғаны рас. Бірақ алға қарай жүруі керек. 3 айрық жолдың қайсысымен жүрерін білмей біраз тұрды. Солға, жоқ, енді сол жолға түсірмесін деп ойлады. Оңға, әлде тура. Алдына келіп тоқтаған көлік иесі бұған есік ашып отыр деді. Жыға танымаса да шырамытты. Неге ерте босатты десем, сен араласқан екесің ғой, деді көлікке отырған соң. Ерте дейсің бе? 10 жыл аздық етті ме? Әлі 4 жылым бар ғой. Жасаған қылмысыңды өтеуге 10 жылда жетеді. Тағы 4 жыл отырғанда күйеуің тіріліп келеді деймісің? Неге олай еттің деп сұрады бұл. Баяғы махаббатымыздың құрметіне деп ойласаң қателесесің. Мен өз міндетімді атқардым, деді ерден. Яғни кез келген қылмыстың іске заң тұрғысынан ғана емес, адами психологиялық түсінік жағынан да қарадым. Сонда, алдымен сен айтшы, бұлай істеуіңе не себеп болды? Тек осы сұрақты қоймашы, деді бұл. Мені 10 жылдан бері қинап келе жатқан сұрақ, жауап бар. Бірақ сендер үшін, басына іс түспегендер үшін ол себеп емес. Өтінемін, осы сұрақты қоймашы, деді тамағына ащы өксік тығылып. Неге олай болды? 10 жыл бойы миын жеті құрттай жеген сұрақ тағы да тас төбесінде тұрып алды. Бұл қылмыскер ме? Жоқ, олай емес. Мен қылмыскер емеспін. Тас түрменің тас қабырғаларын қақыратып айқайлағысы келетін. Тағдырымда бар шығар дейтін кейін өзіне өзі басу айтып. Бұл қылмыскер ме? Жоқ, олай емес. Ешкім қылмыскер болып туылмайды. Бұл да анасына ақ туған, адал сүт емген, үкідей үлпілдеп өскен тәтті армандары болатын. Жақсылыққа жаны құмартын. Адам баласы тұрмақ жәндікке де жәбір бермейтін. Сол сұлудың қылмыс жасауына не себеп болды екен? Сол күн әлі есінде. Екеуі ойда жоқта танысып қалды. Ол күн де әлі есінде. Алғашқы танысу. Екеуі үйленген күнде көз алдында. Екеуі ең алғаш жүз сайысқаны ше. Қалай ұмытсын? Бәрі де сол күннен басталған жоқ па? Алғаш ұрысты, кейін төбелесті. Төбелесті дегені болмаса көбіне жеңіліп қалатын бұл. Көбіне оңашада үнсіз жылап алатын бұл. Қанеки, өмір кинодағыдай болса деп ойлайтын сонда сұлу. Кинодағыларды қарашы, аяғы ауыр әйелдерді қалай аялайды, ал біздің еркектерше. Аузына келгенін айтып ұрып соғып жатады. Өздері әйел болмаған соң қайдан түсінсін? Не ойлап кеттің? Ерден айнадан бұған қарап отыр екен. Ештеңе, деді бұл жүзін тайдырып. Бір түрлі қысылды ма, өзі де білмейді. Жол ұзақ, әңгіме айта отыр, деді Ерден жолдан көз алмаған күйі. 10 жыл бойы 4 қабырғадан басқа ештеңені көрмеген адам не айтсын? Әңгімені сен айт. Менде не бар дейсін айтатын. Сен менсінбей кеткен соң өзімді сүйетін адамды тауып алғамын. Бала шағам бар, жүріп жатырмыз. Менсінбей кеткен соң дейсін бе? Жай қалжың ғой. Мейлі, қалай айтсаң да. Ит қорлыққа көнген адамбыз ғой. Ерден көлікті жол шетіне тоқтатты. Алдыңғы орындықта тұрған жылтыр пакетті ұсынып жатып, мынаны киіп ал, қалаға жақын қалдық, деді де өзі көліктен түсіп кетті. 10 жылдан бері
10 жыл емес-ау, 20 жылға жуық тас боп қатып қалған мейірім атты сезімдеріне қайтадан жан бітейін деді ме, тұла бойын әлдене шарпып өтті. Кезінде сүп-сүйрік болған, ал қазір тас түрменің тас қабырғаларын төбелей тастаған қатқан саусақтары дірілдей дорбаның ішін ақтарды. Көгілдір көйлек. Талайдан бері дүрсілдей соқпаған жүрегіне жан біткендей. Саусақтары дірілдей 10 жыл бойы өзіне серік болған түрменің санды жейдесінің түймесін ағыта бастады. Қанеки, киініп болдың ба? Бұл отырған тұстағы есікті ашқан ерден бұған қол созды. Түсіңіз, көйлек шақ келді ме? Аяқ киімше болатын сияқты. Сұлу біртүрлі әйелге тән дауыспен тіл қатты. Біле білсең, іс қағазындағы суретіңе қарап, сол арқылы дене бітіміңді көз алдыма елестеттім де киімдерді ала бердім. Кәне, сол үшін мынадан алып қояйық, деді ерден шарапты нұсқап. Қажеті жоқ, деді сұлу. Жоқ, аламыз. Бостандық үшін кәне. Мен ішпеймін, ерден. Ішесің. Мен іш деген соң ішесің. Ерден стол үстінде тұрған рюмканы бұған ұсынды. Не дейсің? Бәлкім осы істеп отырған жақсылықтарын өтеуінде өте дерсін. Сұлу қолындағы шанышқысын стол үстіне тарс еткізді де кете барды. Бағанағы әйелге тән кейпі жоғалып, қайта бұрынғы қалпына енгендей. Еркекке кигізген көйлек секілді етегі делбең етіп шығып кетті. Тоқта сұлу, мен жаман оймен айтқан жоқпын. Жай бұрынғыдай әзілдескенім ғой, есіңде ме? Бұрындары осылай сөйлешедік қой, деді. Жас балаша артынан ербеңдеген ерден сұлуды тоқтата алмай келеді. Біз енді бұрынғыдай бола алмаймыз, ерден. Сені білмеймін, бірақ мен енді бұрынғы сұлу емеспін. Жарайды, кешір мені сұлу, жүр қонақ үйге апарайын. Күн ұзағына жол жүріп шаршадың, ертең қайта жолға шығамыз. Жолға шығамыз деймісің? Қайда барамыз? Сен үйіңе барасың, ал мен қайда барамын? Пәтер жалдап беремін, сонда тұрасың. Жоқ, сен тағы жаман ойлап қалма, мен достығымыздың құрметіне. Осындайда бір-бірімізге көмектеспесек, адамдығымыз қайсы? Олай ете алмайтын шығармын. Неге? Жұмысқа тұрасың, кейін бәлкім балаларыңды әкеп аларсың. Балаларым? Жоқ, олар мені жек көреді, кешірмейтін шығар. Сұлудың ойына балалары түсті. Көзіне жас келіп, алқымына ащы бірдеме тығылды. Ол кезде олар кіп-кішкентай еді. Үлкені Даниярдың өзі енді 10 жасқа аяқ басқалы тұрған. Бақтияры 7-де, Мадияры небары 3 жаста еді-ау. Сол күні үшеуінің жылай-жылай сілесі қатып ұйықтап жатқандары күні бүгінгідей көз алдында. Содан бері Мадияры мен Бақтиярын көрген жоқ. Үлкен жігіт болған шығар. Ал Данияры 5 жылдан кейін іздеп келді. Сол күні қуанатын қабағы ұшқан. Ерте тұрғаннан есіне тұңғышының туған күні есіне түсті. Туған күннің балам дейтін іштей аналық бар мейіріммен күбірлеп, түске таяу Ақатова кездесуге деп шақырғанда таң қалды. 5 жыл бойы іздеуші жоқ адамды кім екен жоқтап келген деп ойлады. Шықты. Қарсы алдында тұрған ұлын көргенде талып қала жаздады. Көзі қарауытып барып өзіне келді. Бас салып құшағына алды. Ал баласы тастай қатып қалыпты. Суық әлі есінде. Қалайсың балам? Мадияр жақсы ма? Бақтияр жақсы ма? Ана жүрегі дүрсілдеп тезірек бәрін қабарын білгісі келген. Қалай болушы едік? Сен сыйлаған жетімдіктің ащы дәмін татып өсіп жатырмыз. Қалай сөйлейді мынау деп іштей ойлаған сұлудың онсыз да жаралы жүрегі мұздап сала берді. Балам деме мені. Мен бүгін 15-ке толдым. Әкемнен де, шешемнен де айырылғаныма 5 жыл болды. Бүгін мен сені көру үшін келген жоқпын. Тек ішімдегінің бәрін айтып кетейін деп келдім. Әкеңді әдейі өлтірді деймісің балам? Қалай болғанын өзімде білмеймін. Әкеңнің қандай адам екенін өзіңде білесің ғой. Ол мені осылай істеуге мәжбүр етті ғой балам. Сұлу жылап жіберді. Ал баласы тастай мелшиіп тұр. Қандай болса да ол менің әкем. Сол үшін де сені кешіре алмаймын.
сені жек көрем. Бақтияр мен Мадияр да сені жек көреді. Біздің анамыз жоқ. Сен біз үшін өлгесін. Шешесі әкесін өлтірген қылмыскер деген сөзден қаншалықты жалыққанымызды білесің бе? Сұлу үнсіз жылады. Қайтсын енді. Мұны өзі қаламаса да қылмыс жасап, ауыр күнәға басқаны үшін баласы түгілі әкесі мен шешесі, туған бауырлары да безіп отырған жоқ па? Мен енді сендей балам жоқ, шіріген жұмыртқасын деген еді сотта әкесі. Шешесі егіліп ұзақ жылады. Бұл елдің бәріне түрпідей көрінген. Бәрінің жанарында бұған деген жек көрушілік тұнып тұрған. Тек көрші үйдегі қара кемпір ғана тағдырында қайтесің балам деді, естілер естілмес күбірлеп, мұны алып бара жатқанда. Ылғи да солай дейтін. Ылғи да серік деп сенген жанарынан өлердей таяқ жеп, өмірден түңіліп отырғанда тағдырыңда қайтесің деп жұбататын. Тағдырым шығар дейтін бұл. Таяқ жеуді де тағдырға жазады екен-ау деп таң қалатын сонда. Ұлдан қайыр жоқ. Бір қыз туып ал, өзіңе қамқор болады дейтін үнемі. Қойыңызшы апа, осы 3 жылды өсіріп алайын. Осы үшеуінің тамағын әрен тауып беріп отырмыз. Өзіңе жаңашыр болады дегенім ғой. Ананың жайын қыз бала ғана түсінеді. Қара кемпір үнемі осылай дейтін. Рас екен-ау, бір қызы болғанда мына баласы секілді шаптығып тұрмас беді, кім білсін. Үнсіз қалдым ғой деді мұның ауыр ойын әлтек-тәлтегін шығарған ерден. Не ойлап отырсын? Балаларымды. Олар қандай жігіт болып өсті екен? Данияр биыл 20-да. Бақтияр 17-ге толады, мектеп бітірген шығар. Ал Мадияр 13-те. Мен кеткенде небәрі 3 жаста еді. Енді оларды көре алмайтын шығармын. Неге көре алмайсың? Барсаң көресің ғой. Жоқ, туыстары жолата қоймас. Олар да мені жек көреді. Арадан 10 жыл өтті. Шешесі қылмыскер деген сөзден енді құтылған шығар. Көздеріне көрініп жараларын қайта тырнағым келмейді. Олар сені жек көрмейді сұлу. Қателесесің. Сені асыға күтіп отыр. Әсіресе кенжетайың Мадияр өте ақылды бала болған. Жасы 13-те демесең әңгімесі үлкен адам секілді. Мадияр деймісің? Оны көрдің ба? Қайда? Қашан дегенде бұның көзіне үміт өті жанғандай жарқырап кетті. Ол мені іздеп келді. Былтыр болатын. Қабылдауыма кірген кішкентай баланы көргенде менде не шаруасы бар екен деп алғашында таң қалдым. Менің анам Ахатова Сұлуды танисыз ба деп сұрады ол. Иә, ол менің сыныптасым. Сен Сұлудың баласысың ба? Мамаң қайда? Жақсы ма деп сен жайлы сұрадым. Мамам қазір түрмеде деді балаң жасқанбай. Ол папамды өлтіріп қойды дегенде, не дейсің? Қашан дей бердім. 10 жыл болды. 10 жыл? Я аға, өкінішті. Қайғыңа ортақпын балам. Қашан шығады? Тағы 4 жылы бар. Балаңның менен қандай көмек сұрап келіп отырғанын айтпай-ақ түсіндім. Аға, мамамның мына дәптерін оқыңыз да өзіңіз бір шешімге келіңіз. Қолыңыздан келсе көмек берсеңіз деймін деді балаң көзіне жас алып. Ерденнің қолындағы қалың дәптер Сұлудың көзіне оттай басылды. Талай жыл жан сырласы болған дәптерге бар қызығы мен шыжығын, қуанышы мен қайғысын жасырған еді. Саусақтары дірілдеп алғашқы бетін ашты. Шыда жаным, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады деп бастау алған Мұқағалидың өлеңі осы 2 жолмен қайырылыпты. Әрі қарай оқуға дәті шыдамай, мейманханадағы өз бөлмесіне асықты. Өткен күндерін қаншалықты ұмытуға тырысса да, көлеңке секілді ізінен қалмай қойды. Еске алғысы келмесе де, мына тұрған қалың дәптерге қайта-қайта көзі түсе берді. Біз үй болып шаңырақ көтергенімізге бүгін 10 жыл деп басталыпты ең соңғы жазған дерегі. Сол бір қаралы күннің тарихы парағы. 10 жыл. 10 ғасыр секілді ұзақ әрі көңілсіз. 10 жыл бұрын біз қандай едік? Бір-бірімізді сүйетін, ал қазір ше? Егер бізді бүгін таныған адамға біз 10 жыл бұрын бір-бірімізді шексіз сүйгенбіз десек, күлетін шығар. Мен әлі де сүйемін дейсің бе? Енді бұл сөзіңе сене алмайтын шығармын. Оған өзің де сенімсізсің. Иә,
Біз бір-бірімізді шексіз сүюші едік. Алғаш үйленген кездеріміз есіңде ме? Бақыт дедік, шексіз бақыт дедік, көз тиді ма білмеймін. Арамызға от салушылар көп болды ғой, олар бүгінде бақытты шығар. Түк білмегендей өз шаңырақтарының астында шай ішіп отыр. Ал біздің шаңырағымызда содан бері ұрыс жанжал. Біз неге түсінсе алмаймыз. Арамызға от салуына біз неге жол бердік? Неге сен маған емес, оларға көбірек сендің? Не үшін? Бір жастыққа бас қойған менің емес, көбірек олардың сөзін сөйлейтінсің. Әркімнің сөзіне еріп, үйге келіп жанжал шығарушы едің. Соның бәрін де кешірген едім. Өзімді де ашуымды да сабыр деген бір ауыз сөзге жеңдіруші едім. Сенің қаншама ауыр сөздеріңді естіп, жаным жараланса да, таяғыңнан тәнім жараланса да, айналып келіп сенің бауырыңа тығылып, өксігімді басушы едім. Сөйтсем ол кезде мен сені сүйеді екенмін. Ал сен менің үнсіз қалғанымды, өзге әйелдер секілді сөз қайтарып, шу шығармағаным үшін кінәлі деп түсінеді екенсің. Кешірген сайын есірер деп қазақ бекер айтпаған екен. Менің елге күлкі болмайық деп, не десең де үнсіз қала бергенімнің соны өзіме таяқ болып тиді. Енді міне, сен үшін құны 50 тиындық біреу болып қала бердім. Бұрындары қайтып келген қыз жаман деп, әке-шешемді жерге қаратпайын деген болсам, енді міне 3 баламды жетім қылмайын деп, тағы бәріне көндігіп жүрмін. Мұның соны неге апарып соғарын кім білсін. Әзірге шыдап келемін. Көзінің мұны 1000 күнде емес, бір күнде сынатыны секілді менің де шыдамым сарқылып, төзімім таусылып қалама деп қорқамын. Сені көрсем, Әзірейілді көргендей қорқатыным-ай. Сен мас болып, көшенің басынан көрінгеннен балаларының зәресі түбіне жетеді. Жұрттың баласы папам келе жатыр деп әкесіне жүгірсе, сенің балаларың папам келе жатыр деп тығылуға тесік таппай жүреді. Сенің әрбір ойраныңнан кейін ашуымды кімнен аларымды білмей аласұрамын. Мұндайда балаларының қылықтары да жақпай кетеді екен. Кейде жынданып кетемін деп те қорқамын. Өзіме қол жұмсағым келеді. Бұлай өмір сүргенше өлгенім де артық шығар деймін. Бірақ 3 жолымды ойлап өзімді сабырға жеңдіремін. Әнеу күні де жүрегіме пышақты сұға салсам да өле қалсам деп ойладым. Бірақ 3 жолымды қимадым. Бұлай етуге қолым бармады. Мен өлсем олардың күні не болмақ? Алғаш әке, оларға сүйеу болар ма екен деп те ойладым. Әке-шешесі бола тұра бақытсыз балаларыма жаным ашыды. Неге сен олардың бақытты болуына тиіс балалық базарларының шырқын бұзасың? Неге ішесің? Не үшін ішесің? 3 ұлының тағдырын неге ойламайсың? Неге олар күліп ойнап жүруге тиіс шақтарында бір бұрышқа тығылып зар жылайды? Ұрмашы папа деп шырқыраған дауыстары неге сенің жаныңды ауыртпайды? Менің тәніме, менің жаныма салынған жараны қойшы. Мен балалардың менің күйіме түскенін қаламаймын. Сенен ала алмаған кегімді кейде бейкүнә балапандарымды ұрысып қайтарамын. Кейде үйдегі кей заттарды лақтырып, сындырып қайтарамын. Оңаша қалғанда өксіп жылап таламын. Қайтемін енді. Сен ақыл кіріп, ес тоқтатудың орнына жылдан жылға есіріп бара жатырсың. Сенің әрбір ойраныңнан кейін 3 жасар ұлының мама кеттік деп жылайтынын білесің бе? Жоқ, білмейсің. Себебі сен бұл кезде ашуың тарқап, айызың қанып ұйықтап жатасың. Осындай кезде сені қылқындырып өлтіріп тастағым келеді. Жоқ, бауыздап өлтірсем бекен деп те ойлаймын. Жүрегіңе пышақ сұғып алайын ба, әлде басыңа балтамен бір қояйын ба деп те ойланамын. Қайсысы оңай? Өзімді тежей алмай пышаққа жүгіремін. Өзімді ме, оны ма деймін ойға қалып. Қайсымыз балаларға көбірек керекпіз? Мен өлсем, сен алқаштығыңды қоямысың? Қойсаң да өгей шеше балаларына не күн көрсетер? Сен өлсең мен қамалармын. Мейлі, бірақ балалар сенің зәбіріңнен құтылады, еркін өмір сүреді деймін ойланып. Бүгін тағы да ішіп келдің. Алдымен менің, соңынан балалардың сазайын беріп, айызың қанып енді түк болмағандай қорылдап ұйықтап жатырсың. Жылап балаларының сілесі қатып ұйықтап қалды. Мен осы жолдарды жазып отырмын.
Кейін оқысаң бәлкім қатеңді түсінерсің. Балаларға қамқор боларсың деген ойдамын. Егер маған әлдене болса, мейлі сені кінәламаймын. Тағдырыма жазылғаны сол шығар. Ойыма өткен күндер оралуда. Бір түйір бақыттың дәмін тата алмаған 10 жыл. Екеуміздің үйленгенімізге 10 жыл. Екеуміздің соғысымызға да 10 жыл. Айтыс-тартыспен 10 жыл өтіпті. Алда әлі қартайғанша тағы да қаншама жыл бірге тұратынымызды ойласам, жүрегім ауырады. Жоқ, бұлай өмір сүру мүмкін емес. Мына көңілсіз тағдыр дөңгелегін өзім-ақ тоқтатқалы тұрмын. Қолымда пышақ. Бірақ оны кімге саларымды білмей тұрмын. Саған ба, өзіме ма? Саған ба, өзіме ма? Ерден төсекке енді жата бергені сол еді, көрші бөлмеден естілген шыңғырған дауыстан селк етті де тұра жүгірді. Қонақ үй қызметкері де келіп қалған екен. Есікті аша салып жерде шашылып жатқан жиһаздар мен парақтарға көзі түсті. Сұлу деп айқайлап жіберді. Балконнан төменге қарап тұрған қызметші бас киімін шешті. Мұның жүрегі тоқтап қала жаздады. Сұлу. Мұны қызметші жігіт ұстап қалды. Сабырлы болыңыз, аға. Неге бұлай еттің, Сұлу? Сені балаларың асыға күтіп отыр еді ғой. Көзінен жасы ғана шықты, бірақ даусы шықпады. Төменде құжынаған адамдар арасында жатқан келіншекті көрді де жүрегін ұстай берді.